Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін чак-чак пісіретін боламыз. Сұйық майда емес, тоң маймен пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Мен 3 жұмыртқадан пісірдім. Қаласаңыз көбірек немесе азырақ жасасаңыз болады. Жұмыртқаның санына байланысты. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып, шым-шым тұз салып, ұнымызды біртіндеп салып, қамыр илейміз. Өте қатты емес, өте жұмсақ емес, қалыпты қылып қамыр илейміз. Ештеңе қоспаймыз. Ұнымызды біртіндеп сала отырып, мөлшерлеп қараймыз. Ұнымыз дайын болды. Тындырып 10-15 минутқа қалдырамыз. 2 бөлікке бөліп алдым. Бір қалыпты жұқа қылып жазып шығамыз. Дайын болған қамырымызды осылай кесіп аламыз. Видеодағыдай. Ұсақ кесек, ол өздік қалауымызша. Ұнымыз жабыспайды, осылай барлығын турап аламыз. Енді майымызды салып, осындай тоң май бұл. Сиырдың, қойдың іш майынан дайындалады. Өте пайдалы, сұйық майға қарағанда дәмді болып шығады. Майымыз еріп қызды. Осылай біртіндеп аз-аздан салып пісіріп аламыз. Көп салуға болмайды, көп ұшып кетеді. Аз-аздан сарғайғанша пісіріп аламыз. Тоң майдың пайдасы өте зор, сондықтан сұйық майдың орнына тоң май қолдансаңыз дәмді болады. Сиырдың, қойдың іш майын қуырып, шұжығын алып, сүзіп алсаңыз, осындай май болып шығады. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Дайын болған чак-чагымызға сгущенка немесе бал қоссаңыз болады, өз қалауыңызша. Бізде балалар сгущенкамен жақсы көреді. Осылай тәрелкемізге салып аламыз. Сәндеуі өз қалауыңызша. Мейіз қоссаңыз болады, шоколадпен сәндеуіңізге болады. Мен үйде бар заттармен осылай жасадым. Шайға өте дәмді әрі тез. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.